Бүгін жұма Атамекен бизнес телеарнасының жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза, қайырлы күн. Кеңінен танымал бола бастаған чат GPT-ге шектеу енгізілуі мүмкін. Депутаттар аталған ақылды жүйені білім беру бағдарламасында қолданудың ережелерін енгізуді сұрап отыр. Осылайша мәжілісмен Магеррамов оқыту процесінде жасанды интеллектті бақылаусыз пайдалануға қатысты алаңдаушылығын білдірді. Чат GPT сияқты технологиялар тапсырмалар мен жаттығуларды орындауды және әдеби шығармаларды қысқаша қайталауды жеңілдетеді. Алайда бұл оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілетіне нұқсан келтіреді. Депутат өз сөзінде азаматтардың жеке мәліметтері кез келгеннің қолында кетіп жатқанын да тілге тиек етті. Обеспечить четкий и прозрачный механизм сбора, обработки и хранения персональных данных, уполномочив лишь ограниченный круг лиц для сбора и обработки персональных данных граждан. Пресечь незаконные факты передачи базы данных граждан путем проверки субъектов, осуществляющих сбор и хранение биометрии граждан на предмет незаконного использования и передачи данных третьим лицам. Бұл ретте құрметті көрермен, сіздердің де пікірлеріңізді білгіміз келеді. Ол үшін телеэкранда көрсетілген QR-кодты сканерлеңіз, біздің телеграм арнамызға өтіңіздер. Бүгінгі сауал: оқушылар мен студенттерге чат GPT қолдануға тыйым салу қажет пе? Қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийге жазсаңыздар болады, және біздің тараптан ұсынылған бірнеше нұсқаны таңдасаңыздарға да мархабат. Бірінші нұсқа: иә, балалардың ойлау қабілетін төмендетеді. Екінші нұсқа: тыйым салу қажет пе деп отырмыз. Жоқ, бұл заман талабы, соңғы трендтерге бейімделу керек. Үшінші нұсқа: тыйым салмай шектеу енгізген жөн. Қауіпсіз тұсын тиімді пайдаланудың әдістерін үйрету қажет. Және сіздің пікіріңіз, өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Енді қазіргі сәттегі алдын ала нәтижені айта кетейін. Оқушылар мен студенттерге чат GPT қолдануға тыйым салу қажет пе деген сұраққа біздің респонденттердің 200-ге жуық адам қатысқан екен. Солардың дені 34% иә десе, 33% тыйым салмай шектеу енгізген жөн деп есептейді, және 30% жоқ дейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырыңыздар. Ендеше бүгінгі күн тақырып бізде мынадай: жасанды интеллект пайдасы мен зияны, чат GPT қолдануды шектеу қажет пе, балаларға қандай қауіп бар деп отырмыз. Ендеше осы тақырып аясында өз пікірлерін білдіруге ниет танытқан жандармен таныстырайын. Олар әзірге Skype арқылы байланыста, сәлден кейін студияға келіп қосылатын спикерлеріміз де бар. Ендеше бізде Skype арқылы байланыста жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Гүлжан Жарасова. Гүлжан ханым, сіздің байланысты реттеу керек секілді, дауысыңыз естілмей жатыр. Және түсінікті, тамаша, рахмет. Жеке мектептердің Joe High Schools мектептердің бас директоры Қанат Өксікбаев. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Сондай-ақ Халықаралық білім беру корпорациясының қауымдастырылған профессоры Еңлік Ормаханова. Қайырлы күн. Түсінікті, тамаша. Және Казай Қазақстандағы жасанды интеллектті дамыту қауымдастығының өкілі Мақсат Ақбаров. Байланыс бар ма? Естілді ма? Естіп тұр ма? Түсінікті, рахмет. Құрметті спикерлер, сіздерді біздің эфирде көріп естіп отырғаныма қуаныштымын. Уақыт тауып сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын. Енді бұл жерде министрлік тарапынан алғашқы сұрақты өзіңізге қойып көрейін. Гүлжан ханым, жалпы депутаттың пікіріне көз қарасыңыз. Байланыс бар ма бізде, жоқ па? Гүлжан ханым. Жарайды. Түсінікті. Енді ендеше бізде байланыста Қанат мырзаға қойып көрейікші. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы оқушыларға осы чат GPT секілді ақылды жүйелерді қолдану қаупі бар ма? Қазір енді технология дамып жатыр, қазіргі тренд. Бұл міндетті түрде оқушыларда бұны қолдана алу керек, үйрену керек. Бірақ әрине бір белгілі бір шектеулер болу керек деп ойлаймын. Яғни толығымен тыйым салуға болмайды. Себебі біз сол бағытта да даму керекпіз.
үйрену керекпіз, оқушыларға да үйрету керекпіз. Мәселе вот қалай қолдану керек екені туралы белгілі бір ережелер енгізу керек деп ойлаймын. Және бұл технологиялар оқушыларға көптеген мүмкіндіктер береді әртүрлі. Олар өздерінің зерттеулеріне байланысты болсын, кейбір нәрселерін анализ жасауға байланысты болсын. Бұны мүмкін немен салыстыруға болады шығар деп ойлаймын. Мысалы, кезінде біз оқушы кезде калькулятор қолдануға болмайды деген сияқты көп тыйымдар болатын, сол тақырып қатты көтерілетін тұғында оқушы кезімізде. Қазір мысалы ұбт-ның өзінде калькулятор қолдануға рұқсат береді. Жалпы айтқан кезде да. Егер сол сияқты жасанды интеллектке толығымен тыйым салатын болсақ, бірнеше жылдан кейін дамып жатқан елдерден әлдеқайда технологиялық тұрғыдан біз қалып кетеміз деп ойлаймын. Біз қолдану керекпіз, бірақ қолдану ережелерін, этикалық тұрғыдан кейбір нәрсе ақпараттың басқа жаққа жайылып кетпеу мәселесі жаңағы депутаттың айтып жатқан сияқты, сол нәрселерге байланысты ережелер енгізу керек. Егілік ханым, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша чат GPT-ге қатысты мысалы өз басым, ол енді ағымға қарсы жүзе бермей, ағыммен де жүре білу керек деп ойлаймын. Себебі мысалы қолданатын жерлері бар, бағанағы әріптесімен келісемін. Себебі мысалы бағана идея, айтады ғой, разработка идея дейміз. Сондай идеяларды беруші мысалы ретінде, немесе аргумент, немесе контраргумент ретінде мысалы бір материалды талқылап жатқан кезде біздің студенттеріміз чат GPT-ні қолданып жатады. Және оны біз ары қарайда осыны бағанағы сыни ойлау қабілетін дамытуға байланысты қолданып жатамыз. Чат GPT-ның бір жаман зиянды жері, ол енді қолдана алмайтын адамдар, қолдана алмайтын жастарымыз оны бағанағы бар нәрсесін, бүкіл мәліметін алып алады да, оны бағанағы сараптау жасамайды, талдай алмайды. Ал бұл нәрсе енді чат GPT-ның жағымды жақтарын қарастырып, содан бағанағы ең үздік технологияларын алып, және сұрыптау мен сыни ойлау қабілетін дамыту жағынан ғана қарастыру керек деп ойлаймыз. Енді жаңа депутат мырзаның пікірде соған саяды ғой, ертең ойлана алмай қалады деген сияқты, және сыни ойлау қабілеттері төмендейді, әлсірейді деген сияқты. Енді бұл ретте Қанат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Ондайға жетпей ме? Жоқ, ол мына не сияқты, біз былай деп ойлап көрсек, мысалға айтып, машина шықпай тұрған кезде автокөліктер, адамдар машина автокөлік шыққан кезде жүруді ұмытып қалады деген сияқты бір логика ғой, ол менің ойымша сәл дұрыс емес. Одан ойлауды ұмытып қалмайды, жаңағы креативный ойлауды ұмытып қалмайды. Мәселе чат GPT-ді дұрыс қолдана алу керек. Мысалы, қазір prompt engineering деген мамандық бар. Сол чат GPT-ді қалай программировать етуге байланысты, чат GPT-ді қалай қолдануға байланысты мамандықтың өзі бар да. Жалпы айтқан кезде ол бізге бір қосымша бір суперсила деп айтамыз ғой, біздің magic power деп айтады, жаңағы мен қосымша күшім ретінде қолдану керекпін да. Бір А точкасынан Б точкасына бару үшін автокөлік маған тез жетуге мүмкіндік беретін болса, сол сияқты білім алуда да маған көмек беретін құрал ретінде қолдана алу керек. Жоқ, оған түбегейлі қарсы болатын болсам, жаңағы айтқандай либо ат-арбамен, либо жаяу жүру керекпін да постоянно. Басқа елдерде қалып кетемін. Бұл менің физически жаңағыдай жүре алмай қалам деген мағынаны бермейді. Жақсы, рахмет. Енді осы ретте жалпы чат GPT-ді қолданушылар саны 2 есе өскеніне қатысты бізде ақпарат бар, соны бере кетейік, ары қарай осы тақырыпты жалғастырамыз. 2022 жылдан бері көрсеткіш, ай сайынғы қолданушылардың саны бізде мынадай екен. Бар ма екен? Иә. Ай сайынғы қолданушылар саны мінекей 2022 жылы 152 миллион адам, 2023-те 1,5 миллиард адамнан асқан, 2024-те 2 есеге бірден күрт көбейіп, 3 миллиард адамнан асқанын байқап отырмыз. Бұл жерде сатып алғандары да бар, немесе тегін қарапайым жаңағы Google секілді іздеу жүйелеріне кіріп те пайдаланған жандардың саны бұл жерде. Енді қолданушылардың жасы мөлшеріне қарайтын болсақ, 18 бен 24 жас аралығындағы 25%, ары қарай 34 жасқа дейінгілер 32%, 35-44 орта буын өкілдері 19 жас, 45-54 12%, кешірім сұраймын, жерде 19%, және мінекей егде жастағы азаматтар деуге болады шығар, енді 55 пен 64 жас аралығындағы азаматтардың 7% осы чат GPT-ді қолданады екен. Енді студияға келген қонақтар таныстырып өтейін. Парламент мәжілісінің депутаты Нұргүл Тау. Нұргүл ханым, саламатсыз ба? Және білім саласының тәуелсіз сарапшысы Ерназар Қайратұлы.
Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Енді Нұргүл ханым, сіз әріптесіңіздің пікірін қолдайсыз ба? Ойлау қабілетін төмендетеді деген сияқты жаңағы ақылды жүйелерді қолдану оқушылар арасында? Әрине, біз енді балалардың көбісі өзінің оқу көзінің зрительный память дейміз ғой, сол машығымен көптеген нәрсені миына сақтайды. Бірақ та біз енді сол оны қолданбайық деуге қазір мүмкіндік жоқ, түсіндіңіз ба? Оны қолданбай отыруға да болмайды. Бірақ та біз оның бір шектеу, сәлде болса бір несінің лимитін белгілеуіміз керек сияқты. Өйткені сабақтың бәрін, жаңағы мысалы тарих сабағын, басқа сабақтардың барлығын егер осы ChatGPT-мен істеп қана балалар баға алатын болса, оның ертеңгі болашағында олардың білімінің деңгейінің төмендеуіне әкеліп соғатын ол шынымен де солай болады. Ал енді біз ондай болады дегенмен барлығына тыйым салып тастасақ тағы да болмайды. Өйткені бұл дамыс, бұл қазіргі бүкіл әлемнің дамуына, оған біз қалып қалуымыз мүмкін ғой. Сондықтан бұл жерде бір ортасын табу керек сияқты. Осы жазда ғана үкімет үлкен қаулысын қабылдады, осы ChatGPT-ге байланысты 2024-2029 жылдарға арналған бағдарламасы болды. Оған жауапты цифровизация министрлігі болды. Осы министрліктің алдағы уақытта бір жұмыстары болатын шығар деп ойлаймын, бұны сәл реттеу керек сияқты. Әйтпесе біз тек қана барлығын бос неге жіберіп қойсақ, шынымен де балаларымыздың көбісі ертең ешқандай білімге деген құштарлығы болмай, мен сол ChatGPT-мен алып келіп істей беремін деген неде қалып қоюы да мүмкін. Енді оны толықтай тыйым салып тастауға тағы да болмайды. Оны да меңгеріп үйренуіміз керек. Біз меңгеріп басқаруымыз керек. Қай уақытта қолданатынымызды білуіміз керек, соны үйретуіміз керек балаларға. Әйтпесе оны тек толық тыйым салумен жасайтын болсақ, ол бала ертең оны білмей қалады ғой, оны түсінбей қалуы да мүмкін. Ол міндетті түрде оны игеріп үйренуіміз керек та. Оған менің ойым солай. Құрметті көрермен, сіздер де осы тақырып аясында өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Телеэкранда көрсетілген QR-кодты сканерлеңіз, Telegram арнамыздағы сауалнамаға қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Оқушылар мен студенттерге ChatGPT қолдануға тыйым салу қажет пе деген сұрақ бүгінгі күннің біздің сауалымыз. Және қазіргі сәтте 36% иә дейді, 33% тыйым салмай шектеу енгізген жөн, және 28% жоқ. Бұл заман талабы, соңғы трендтерге бейімделу керек дейді. Және бірқатар комментарийлер бар. Жоқ деп жатқан студенттер мен оқушылар деп күліп жатыр бір оқырманымыз. Және әрине сабақта пайдалануға болмайды, бірақ бір нәрсе үйренуге таптырмас құрал дейді. Ерназар мырза, сіз қалай ойлайсыз? ChatGPT-ді жеке өзімде өте жиі қолданамын. Бұл жерде мен ойлаймын, жас ерекшеліктеріне сай әрекет жасау керек. Мысалға, жоғары буындағы оқушыларға ChatGPT дұрыс қолдануды үйрету керек. Төменгі буындарға тыю керек шығар деп ойлаймын. Себебі оларға бәлкім ChatGPT қолданысқа толық оларға сеніп тапсыруға болмайтын шығар. Бірақ мынандай бір ерекшелік бар. Әйгілі Сальман Хан деген, білесіздер, Хан Академия қалаушысы, сол кісі Ханмего деген жаңа платформа ашты. Ол жердегі жасанды интеллекттің ерекшелігі, ол оқушыларға бірден жауабын бермейді ешқашан. Оқушы бір нәрсе сұраса да, ол тек қана сол дұрыс жауапқа алып баратын балама жауаптар ғана береді. Яғни баланың ойлануын шектемейді, баланың өзіне ойлануға мүмкіндік береді, және сол жерде нағыз ұстаз ретінде жәрдемін жасайды. Сол секілді өзіміздің отандық өнімдер пайда болатынына сенімдімін, өйткені қазірдің өзінде ChatGPT-дің API деп айтамыз, сол ChatGPT-дің технологияларына негізделген жаңа бағдарламаларды өздері жасап шығарып жатқандар бар. Сол себепті бұл жерде ChatGPT-дің қазіргі формасын бастауыш мектебіндегі оқушыларға қолданғанда аса пайда да жоқ деп ойлаймын. Бірақ соның өзінде балабақшадағы мысалға ұстаздар ChatGPT-ді әртүрлі жаңа бір ертегілерді құрастыруға қолдана алады. Бұл енді педагогтардың шын мәнінде креативтілігіне байланған нәрсе. Ал енді ChatGPT-ден болып қана балалар оқи алады деген өтірік, өйткені мойындау керек, біздің PISA нәтижелеріне қарасақ, білім саласында ақаулар, ChatGPT-ден басқа да ақаулар толып жатыр бізде. ChatGPT-дің жауабын дұрыстап оқу, оны дұрыс түсіну, анализ жасау, бұл да бір терең бір қабілет. Яғни балалар егер ChatGPT маған жақсы нәрсе шығарды, осыны мен мұғалімге көрсетейін дегеннің өзі белгілі бір деңгейдегі ойлау сапасы деп айтылуыма болатын шығар. Бірақ енді жаңа төмен сынып оқушылары мүлдем тыйым салу керек дейсіз. Қандай қауіп бар ма сонда? Бұл жерде енді қалай айтсам екен, ақпарат оларға пайдасы шектеулі болады. ChatGPT-дің мүмкіндіктері шексіз, бастауыш мектептің оқушысының қабылдай алатын деңгейі белгілі. Сол жағынан тыйым салғанда бір аса зиян шекпейді оқушылар дегенді айтқым келіп тұр.
бірақ пайдаланудың да жолдары бар. Айтыр ғой, балабақшаның өзінде негізі егер мұғалім сәл өзінің біліктілігін қосса, балабақшаның өзіне ChatGPT-ді тиімді пайдалану мүмкіндіктері бар. Бұл жерге енді балалардың пайдалануын сұрап отырсыздар ғой. Сондықтан балалардың пайдалануына жаңағы сіз айтып кеткендей жас ерекшелігін қарау керек. Ол шынымен де кішкентай балаларға сол үйіргіп оны соған сіңіріп бойына сіңіріп болмайды деп ойлаймын. Өйткені шынымен де керек кезінде ғана ұстап үйреніп, қолданып үйренетінге үйретуіміз керек сияқты. Жалпы балаларды. Әйтпесе мысалы қазір телефонды басында айттық қой, зиян бермейміз деп. Бірақ та қазір қараңыз, телефон ұстамайтын бала жоқ. Бірақ та біз оған үйретуіміз керек та, оны қалай ұстау керек екенін. 24 сағат отыру керек па, жоқ әлде қанша сағат отыру керек? Үйреттік қой солай. Ұйықтайтын кезде үзіп қоямыз, басқа кезде тамақ ішкен кезде алып қоямыз, мысалы. Сол сияқты қылып біз үйретуіміз керек сияқты онда да. Оның бірге. Иә, бірақ жаңа Ерназар мырза айтқандай, андай ойлануға итермелейтін ChatGPT қазір қолданып жүрген жоқ біздікілер. Бізде дайын, тас түйін дайын материал береді. Мысалы қарайық, қазір студенттер жасанды интеллектті қалай пайдаланып жүр. Бұған қатысты да бізде зерттеу жүргізген едік. Бұл жерде ақпарат антиплагиат Қазақстан компаниясы беріп отыр. 2024 жылы антиплагиатқа қатысты ақпарат. Антиплагиат бойынша, құрметті режиссерлар, мінекей, 2024 жылы тексерілді, 67 университет тексерілген, соның ішінде 95 мың студенттің жұмысы енді сол ChatGPT-мен жазылған анықталыпты. Яғни бұл 8 мың студенттің, кешірім сұраймын, 67 университет тексерілген, соның ішінде 95 мың студенттің жұмысы тексеру барысында 8 мың студенттің жұмысы енді жоққа шығарылған. Яғни осы ChatGPT-мен жазылғаны анықталыпты. Кей университеттің 71%-ның студенті жасанды интеллект пайдаланған дейді. Бұл енді халықаралық мәліметтер бойынша курстық дипломдық жұмыс, бұл жерде эсселерді де осы ChatGPT-мен жазған, сондай ағылшыннан қазақ тіліне аудара салу, өзі жазған жұмысы ретінде таныстыру дейді. Енді бұл жерде сұрақ туындайды, министрлік позициясын біле кетейік. Бізде Гүлжан ханым байланыста бар, иә? Жалпы осы жақсы. Иә, айта беріңіз. Бұл жерде осындай, ол сол 8 мың студент осы жасанды интеллектті пайдаланып, оқу нәтижесін бағасын алып кетті деген сөз емес. Бұл біздердің тарапымыздан жоғарғы оқу орындарының арасында бір екі үлкен құжат бар. Ол бірінші құжат, ол жоғарғы оқу орындарында жасанды интеллектті қолдану бойынша ол өзара келісілген межвузовский стандарт дейміз ғой, жоғарғы оқу орны аралық стандарт. Сол жерде бірнеше сұралық бекітілген. Ол ең біріншісі жасанды интеллекттің өзінің пәндік салалары қандай, оның агенттерін қалай қолдануға болады, оқу процесінде жасанды интеллектті қолданудың этикалық аспектілері, оқытушылар оны қалай пайдалана алады, жалпы пәндерді оқытқанда қолдану қағидаттары қандай деген секілді мәселе. Екінші біздің құжат, ол адалдық лигасымен бірге жасақталған құжат. Ол академиялық қызметте жасанды интеллектіні қолдану жөніндегі нұсқаулық. Бәр спикерлердің сөздерімен мен толықтай келісемін, жасанды интеллектті біздер қолданба десек те, ол қолданысқа енетін технологиялардың бірі қазіргі күнде. Сондықтан оны біздер қалай дұрыс қолдана аламыз деген мәселеге жауап беру мақсатында осындай қадамдар жасақталды. Демек, бұл осы құжаттардың негізінде және басқа да сұрақтарға сәйкес академиялық адалдықты сақтау негізгі талаптардың бірі. Барлық дипломдық жұмыс болсын, кез келген жазбаша жұмысы студенттің ол антиплагиат жүйесінде тексеруден өтеді. Сол тексеруде ол жүйелер қазір осы жасанды интеллектті қолданды ма, қолданбады ма деген сұрақтарға да жауап бере алады. Сол жерде қолданған, анықталған жағдайда ол студенттің жұмысы әрі қарай қорғауға, бағалауға жіберілмейді. Және ол студенттер ол өзінің жұмысын қайта қарауға қажет болады ол студенттерге. Міне, бұл жасанды интеллектпен дұрыс пайдаланудың алдын алу шарттарының бірі. Жалпы жасанды интеллект жоғарғы білім алуда оны қолданудың бір жолы, ол біріншіден біздер ертең жасанды интеллектті қолданатын технологиялармен жұмыс жасайтын кадрлар дайындаймыз. Демек, ол жерде жасанды интеллекттердің әртүрлі технологиялар агенттері қалай келіп жатыр, оның барлығымен таныс болу керек, студент білу керек, және ол технологияларды біз білім бағдарламаларына енгізудеміз. Екіншіден, студенттің өз бетінше білім алуын, академиялық адалдықты сақтауын, жалпы бұл жерде жаңағы
Нұргүл ханым айтып өткендей, экологиялық сұрақтары қандай, тағы басқа өзекті мәселелерді қарастыра отырып, оны оқу процесіне, кадрлар дайындау процесіне енгізген ол жөнді деп ойлаймыз. Бұл жерде бір мәселесі тіптен осы жасанды интеллекттің өзін пайдалана отырып, прокторинг жүйелері ол жаңа этапқа көшіп отыр. Прокторинг жүйесінің өзі бұл баланың ойлау қабілетіне, студенттің ой тұжырымдауына қаншалықты өзі жасақтады, немесе бұны ChatGPT немесе басқа бір жасанды интеллекттің құралдарын қолданып әзірледі ме деген сұраққа да жауап беруге негізделіп солай қарай өзгеруде. Жоқ, енді дұрыс қой, 8.000 жұмыстың ішінен антиплагиат анықталып отыр ғой, яғни ChatGPT қолданғаны. Сонда қалай жалпы жұмыс жасаған уақытта, диплом жазғанда қолдануға рұқсат беріле ме сонда? Қалай бұл жерде? Сіз оқу барысы қолдануға болады дегенде... Антиплагиаттан, егер ол жаңағы өтпейтін болса, ол жерде сондай бір қолданған деген анықтама берілген болса, онда ол дипломдық жұмысын қорғауға бармайды. Дипломдық жұмысын жазу барысында енді студенттердің барлықтары бәрі емес, енді көпшілігі қарастырады ғой, жаңа біздің әріптесіміз осы спикер айтып өткенде, өзім де қарап алам, осындай ой қалай болады екен деп. Әрқайсысында да сондай болады, мүмкін өтіп кетеді деп. Бірақ оның алдын алып, ол студенттерді егер тек қана осы GPT немесе басқа бір құралдармен қолданып жазылған болса, ол қорғауға барылмайды, оның бағасы ол жағдайда алынбайды. Ендеше оқу бағдарламасында мына жасанды интеллекттер қалай қолданылып жатыр қазір? Мысалы, қандай да бір есептеулерді жүргізуге, үлкен осы мысалы әлемдік деңгейде қалай осы шаралар, осындай мәселе зерттеліп жатыр екен деп, мысалы кітапханада көп отыруға қол тимеген жағдайда, немесе осыған бір қандай да бір ой алсам екен деген жағдайларда осы құралдарды қолданып, жасанды интеллекттің ойды алғанымен, бірақ әрі қарай ол студент өзі қызмет жасап, өзінің жұмысын аяғына дейін өзі жазып шығу керек. Түсінікті. Бірақ барлық жағдайда ChatGPT болсын, жасанды интеллект, чат-боттардың барлығы бірдей дұрыс ақпарат береді деп те айта алмаймыз. Ондай да бар, Осыған қатысты халықаралық шетелдік басылым The Byte Перде университетінің зерттеушілері мынадай зерттеу жүргізген екен. Соның нәтижесін назарларыңызға ұсынайық. Жалған ақпараттарға қатысты ақпарат. Бұл жерде 517 сұрақ қарастырылған екен, соның 52% жалған ақпарат болып шыққан, 77% артық сөз көп дейді. Енді бұл жерде шетелдік IT менеджерлердің цитатасын келтірген, ChatGPT арқылы кибер шабуылдар болуы да мүмкін дегенде ақпарат бар. Енді барлығы бірдей дұрыс ақпарат бермейміз дейді. Мұнда қалай, сенім бар ма жалпы, Ерназар мырза? Мен өзім бакалаврда сол инженерлік салада оқыған едім да. Сол кезде осы жасанды интеллекттердің даму барысын өз көзімен қалай дамыған көрген едім. Қазіргі ChatGPT тек қана жақсару үстінде болады. Қазіргіден де жақсырақ болады. Жалған ақпарат азаяды. Бұдан да қызықты тұжырымдар жасап бастайды. Бірақ prompt engineering деген жаңа бір сала ашылды. Осы ChatGPT, осындай үлкен тілдік модельдерді дұрыс қолданатын мамандарға кәдімгі айлық жалақы төленеді. Сол себепті бұдан еш қорқудың қажеті жоқ. Бағанағы 8000 студент ChatGPT дұрыс қолдану білмейді деген сөз, қалғандары менің ойымша ChatGPT-ді қолданып антиплагиаттан қалай өту керек жолдарын да біледі. Менің ойымша енді көріп жүрген қоғамдағы байқағаным, студенттердің басым көпшілігі ChatGPT-ге жүгінеді. Бірақ қандай мақсатта? Олардың идеясы барлығы бар. Олар зерттеулерді, мақалаларды өздері оқиды. Интернеттен барлығын зерттейді, қарайды, профессормен ақылдасады. Кейін барып, сол жазған сөздерін бір жүйелеу үшін ChatGPT-дің көмегіне жүгінеді. Яғни ChatGPT бір копирайтер ретінде, жеке бір жазуға көмектесетін құрал ретінде қолданылса, ода тұрған ешқандай ағаттық жоқ. Себебі біз оқушының тілдік қабілетін емес, ең әуелі оның идеяларымен тұжырымдарын бағалаймыз да. Сол себепті ChatGPT-ді түбегейлі тыю дұрыс емес. Назарбаев университеті мысалы қазір студенттерге ChatGPT қолдануға рұқсатын береді. Жай ғана студенттер өздері мойындап, менің тезисімнің осынша пайызын ChatGPT жазды,
оны мен осындай мақсаттарда қолдандым, мен оған осындай сауалдар қойдым, ол маған осындай ақпараттарды берді дегендей студенттердің өздері сондай ақпарат береді оқытушыларға. Осы мен ойымша өте жақсы бір тәжірибе. Бұл жерде енді ойын дұрыс жеткізе алмау деген сияқты проблемалар болмай ма? Дұрыс айтасыз, ол бірақ қазіргі мәселе былай да, Word документін қолданған кезде де, мысалға, қазір көп адамдар бұрынғылармен салыстырған кезде сөзді теретін кезде қате көбірек жасайды. Себебі әріптердің реті өзгеріп кетсе де, телефонда болсын, компьютерда болсын, автоматты түрде түзетіліп отырады. Сол секілді атрофия болады ол міндетті түрде, дұрыс айтасыз. Бірақ енді адамдар көліктер пайда болғалы азырақ жүріп бастаған секілді, бұл да бір реальность деп айтамыз ғой, бұл да бір өмірдің шындығы. Сол себепті егер халқымызға сол құндылықтарды жеткізе алсақ, білім саласындағы сол ұстаздарымыз, директорларымыз оқушылардың санасын оята алса, және осылай қолдана беріп өз миларыңды әлсіретіп алмаңдар, өздерің ойлаңдар, өздерің жазыңдар деп көбірек айтатын болсақ, бұның алдын алуға болады, бірақ басқа амал жоқ. Бұл жерде мен қауіптенетінім, роботтар пайда болғанда азаматтардың, адамдардың физикалық тұрғыда жұмысы жеңілдейді дедік, жақсы. Жасанды интеллект туралы айтқанда, кезінде жылқыларда пайда болды ғой, жаяу жүргенде жылқыға отырып, одан ешкім аяқсыз қалған жоқ дейді. Ондай да пікір де бар. Жаңа Қанат мырза шет жағасын айта кетті, калькулятор туралы айтқан жандар бар. Бірақ десек те қараңызшы, олардың бәрі енді физикалық тұрғыда жеңілдетіп отырса, бұл жерде ойлау қабілеті ғой, бұл жерде кішкене қауіптірек емес па? Мен бұлай ойлауыма негіз бар ма жалпы? Қанат мырза, енді сіздің пікірлеріңізді кішкене қирағар пікір дейінші, өйткені сіз айтып отырғаныңыз физикалық тұрғыда. Келсем, ешкім аяқсыз қалған жоқ, есептеуден де жаңылып жатқан жоқпыз, бірақ бұл жерде баланың ойлау қабілеті әлсіреу мүмкін дегенде бір қатер жоқ па? Мен айта кетейін, кешіріңіз. Ойлау қабілеті нашарлайды деп ойламаймын, себебі ол инструментті де, ол құралды, ChatGPT құралын қолдану үшін де дұрыс ойлана алу керек. Жаңағы айтып өткен промпт инжиниринг деген мамандық, соған дұрыс сұрақ сұрай алу, оған контекстті бере алу деген сияқты. Сол кезде ғана мен дұрыс жауап ала аламын. ChatGPT-дің берген бүкіл жауаптарын мен курстық жұмыс, дипломдық жұмыс ретінде қолдана алмаймын, жарамайды да. Оны бүйтіп ойласаңыз да болады. Мысалы мен досым жазып берді ма маған, мен курсовойымды, әлде ChatGPT жазып берді ма, қатты маңызды емес, өйткені барған кезде, мен қорғауға барған кезде оны қорғай алмайтын болса, менің сол тақырыпты білмейтін көрінетін болса, бәрібір нашар баға аламын да. Ал енді мен сол жұмыс жасау барысында досым да көмектескен болуы мүмкін. Құрал ретінде басқа Google-ды да қолданған болуы мүмкін. Құрал ретінде ChatGPT-ді де қолданған болуы мүмкін. Менің ойлауым, оған ол сол құралдарды дұрыс қолдану үшін мен ойлау қабілетін наоборот керісінше күштірек дамиды деп ойлаймын. Өйткені кез келген сұраққа дұрыс жауап береді деген нәрсе жоқ ол жерде. Жаңа өздеріңіз көрсетіп отырғандай, жартылай қате деп көрсетіп жатыр. Неге? Өйткені дұрыс сұрақ сұрай алмады да, дұрыс тапсырма бере алмады GPT-ге. Рахмет. Енді бұл ретте бізде қатарымызда Қазақстанда жасанды интеллект дамыту қауымдастығы өкілі Мақсат мырза бар ғой. Енді Мақсат мырза, сіздің позицияңыз бұл жерде түсінікті деп ойлаймын, Енді бұл жерде нақты сұрақ, дамыту аясында осындай бір зерттеулер жүргізілді ма, ойлау қабілетіне әсері бар ма, жоқ па, ұлттық мүдде тұрғысынан қандай дамыту жұмыстары жүргізіліп жатыр осы тұрғыда? Мақсат мырза. Ал енді ең басты тек ChatGPT емес, жалпы жасанды интеллект бойынша айтсақ, жасанды интеллектті қолдану ол да бір үлкен бір тәжірибе, оған да бір көптеген жаңағы білім қажет. Жаңағы Қанат мырза айтып, Ерназар мырза сарапшылармен келісемін негізі айтқан сөздерімен, өйткені ChatGPT-ді қолдана білу керек. Мысалға, жаңа ChatGPT-мен екінің бірі қолдана алмайды, өйткені оған да тапсырыс бере білу керек. Жаңағы Қанат мырза айтқандай промпт инженерлер шығып жатыр, Ерназар мырза айтып жатыр, жаңағы промпт инженер деген жеке бір сала, жеке бір мамандық қазір. Бірақ менің ойым енді ChatGPT емес, жалпы жасанды интеллекті тек құрал ретінде және көмекші ретінде қарастыру керек. Тек жаңағы оқушылар емес, оған қоса мұғалімдер де қолдана білу керек. Өйткені қазір мысалы жаңа өздеріңіз де көрсетіп жатсыздар, зерттеулерде негізі ChatGPT арқылы жазылған жұмыстарды біліп нетуге болады. Ондай да құралдар бар, мысалға,
көрсететін жаңағы жасанды интеллектпен жасалған жұмыстарды. Оған қоса мен айтқым келгені жаңағы жасанды интеллекттің жұмысын құқықтық және этикалық мәселелерді ескеру керек. Ең бастысы, мысалы қазір байқасаңыздар, Instagram немесе Facebook жүйелерінде жаңа контент жасар алдында немесе жаңағы контентті шығарар алдында ол жерде жаңағы андай не тұр, жасанды интеллект арқылы жасалған деген ескерту. Сол ескерту арқылы мысалға қандай да болса жұмыс болсын немесе жаңағы контент болсын, жасанды интеллектпен жасалса сондай бір не ескерту болу керек деп ойлаймын. Ал енді оқушыларға менің ойым ол жаңа құралмен жұмыс істей білу және ең бастысы критикалық ойлау. Жаңағы ChatGPT-дің жауаптары өздеріңіз көрсетіп жатсыздар, зерттеуде 50%-дан астамы ол дұрыс емес. Оны да көре білу керек. Оны түсіну үшін жаңағы критикалық ойлауды дамыту керек деп ойлаймын балалар, оқушыларға және студенттерге. Рахмет. Жалпы осы мысалы оңтүстік Кореяда, Жапонияда бір байқайтынымыз бір мәдениет қалыптасқандықтан ол жерде телефон сататын магазиндердің өзінде телефондарды ешқайда бекітпейді. Себебі ұрлық деген түбегейлі ол жақта жоқ, солай қалыптасқан. ChatGPT келмей тұрып Қазақстанда көшіру деген проблеманы халықаралық эксперттерінде өздері көп айтатын. Яғни бұл жердегі мәселе технология емес, әуелі біздің құндылығымыз, тәрбиеміз және жеңілдің үстімен ауырдың астымен жүру мәдениетінің қалыптасып қалғандығы. Оқушылар мектеп қабырғасынан мен кішкентай кезімнен бері білетінім, сыныптастарымыз көшіретін, кейде емтиханға үлгермей жатқан, бізде сондай амалдарға баратынымыз. Академиялық адалдық дегенді жоғары университеттерде. Оны да біз шетелден келіп үйретіп жатқандардан және шетелде барып, сол академиялық адалдық деген нәрсе маңыздылығын түсініп бастап жатырмыз. Сол себепті бұл жерде құндылықпен көбірек жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Себебі бұл технологиялар даму үстіне тек қана дами береді. Мен бірдеңе қосып айтып кетейін, жалған ақпарат бойынша. Мысалы, мұғалім, ChatGPT дұрыстап қолданып білмейтін мұғалім теріс ақпаратты алып, бүгін балаға теріс ақпарат беруі мүмкін, түсіндіңіз ба? Сондықтан ол балаларға теріс ақпарат жетуі мүмкін. Сол сияқты ізденіп отырған студентте айтты ғой, сұрақты мүмкін теріс қойса, ол ақпарат теріс беру мүмкін. Мысалы, ойлап отырған ақпаратынан басқа ақпарат беру мүмкін да. Ол адам, ол студент, үйреніп жатқан студент қой, ол оның дұрыс екенін, теріс екенін білмейді ғой. Сол ақпарат арғай қолдануы мүмкін, көрдіңіз ба? Сондықтан сол шынымен де бір жалған ақпараттардың кетуі ықтималығы жоғары бұл жерде. Сондықтан мен ойлаймын, бұны шынымен де зерттеу арқылы қаншалықты бұл ақпараттың нақты екенін анықтау керек сияқты. Мысалы, мен білем, бір әріптестеріміз бар, тілді, сол ағылшын тілін осы ChatGPT-мен үйреніп жатқан мысалы. Енді кейде мен ойлап қоямын, мысалы, мүмкін сол сөздің бір сөзді айтқан кезде сол сөздің мағынасын ол кісі ағылшын тілінде айтып отыр ғой ChatGPT. Ол мүмкін басқа мағынадағы сөз болуы мүмкін ғой, түсіндіңіз ба? Оның нақтылығы нақтылы емесін, мысалы, шынымен жазылып кеткен тілдік словардан, сөздіктен қарамайынша, оның нақты сол сөздің мағынасы сол екеніне көз жеткізудің өзі қиын. Сондықтан бұл жерде кішкене жалған ақпараттың болу жоғары ықтималдығы өте жоғары дегенге мен сенемін. Сонда оны қалай қолдануымыз керек енді? Енді сол реттеу үшін үкіметтен айттым ғой, 24 шілде күні, осы жылғы 24 шілде күні үкіметтен үлкен қаулы шыққан екен, осы цифрландыруды және үлкен тұжырымдама болған екен. Осы тұжырымдама негізінде бұны зерттеу керек, қарау керек, қай салада толық қолдануға болады, қай салада қолдануға мүмкін шынымен де қауіпті. Ол енді неше түрлі ақпараттар ретінде кетуі мүмкін. Өтірік ақпарат кетуі мүмкін, көрдіңіз ба? Сондықтан оған бір жақсылап сараптама керек сияқты. Бұл жерде Еңлік ханымдан сұрақ көрейік, жалпы практикаңызда шетелде оқығаныңыз бар, ол жақта ChatGPT-ді қолданған жайттар болды ма? Жасанды интеллекті жалпы. Еңлік ханым, сізге? Негізінде менің айтарым, бағанағы ChatGPT-ні таптырмас құрал ретінде қарастыруға болмайды, себебі кез келген технология секілді, бұл технологияда әлі де даму үстінде, ол бірінші, екінші, ол жалған ақпарат, фейк ақпаратты таратушы құрал ретінде де қарастыруға болады. Осы жерде абай болу керек, және оны біз қалай бағанағы ChatGPT-ні мұғалімдерге де, оқушыларға да қалай қолдану керек екенін біз айтып жатырмыз ғой. Негізінде, мысалы, өз басым дәріс
оқу барысында чат GPT-ні мысалы мен қай жерде қолдану керек екенін өзім білемін. Мәселен, бір тапсырманы берсем, сол тапсырманы чат GPT-ні қолдана алмайтындай қылып тапсырманы беремін. Ал чат GPT-ні мысалы біз кейс ретінде қарастыруға, мысалдарды қарастыруға, және мысалы бағанағы генерация идей дейміз ғой, сондай вот идеяларды генерация жасауға қолдануға болады. Сондай жерде мысалы сәтті студенттеріміз өздерінің жауаптарын беріп, ойлау қабілетін керісінше дамытуға тырысады. Және енді біз қазір бастап жатырмыз ғой, жағымды жағымсыз тұстарын қарастырып, бағанағы жасанды интеллекттің. Негізінде бұл солтүстік Каролина университетінің профессоры Пол Файф деген кісі 2020 жылы осы чат GPT-ні зерттеген екен, және осы зерттеу барысында жай ғана қарапайым эссені жаздырған студенттеріне. Сонда 100 студенттің арасынан 87% шынымен де ойлау қабілетіне кедергі жасайтын студенттер чат GPT-ні қолданған соң айтқан екен. Неге? Себебі эссе жазу барысында жүйелі түрде ойлаудыға бағанағы кері әсерін берген. Мысалы, эссені жазған кезде адам өз бетінше бір туындыны мысалы оқып, өзі сонымен танысып, бағана ойланып, толғанып жазған болса, ол адам ойын жүйелендіріп жазады, иә? Талдай біледі, саралай біледі. Ал чат GPT-ға сеніп алып, барлық жұмысты эссені сол чат GPT-ға салып жазса, мысалы, ол жерде жүйесіз жұмыс болып шығу әбден мүмкін. Сол біздің қозғап отырғанымыз да, соған да қауіптеніп отырғанымыз да бұл жерде. Енді әлем елдеріндегі жағдайға да тоқталып өтейік, қай елдерде шектеу енгізілген, қандай жағдай, осыған қатысты біздің де мәліметтеріміз бар. Редакция ұсынған ақпараттарға назар аударайық. Неке, чат GPT-ге шектеу қойған елдер, Италия бірінші болып шектеу қойған, Қытайда чат GPT-ден бас тартып, оның орнына отандық қосымша ойлап тапқан екен. Және Ресей, Иран, Ауғанстан, Түркменстан, Беларусь, Украина, Непал, Өзбекстан елдерде бар осы жасанды интеллектке шектеу қойған. ақш-та мектептерге тыйым салыпты. Және былтыр 28 ел осы жасанды интеллекттің қауіп-қатері жайлы декларация қол қойған. Оның ішінде яғни ақш, Қытай және Еуропа одақ елдері бар екен. Жасанды интеллект тәуекелдерін зерттеп, қауіпсіздік саясатын әзірлейді дейді. Енді құрметті спикерлер, мына жерде баршамыз бәріміз бір ауыздан менен бөлек неге спикерлер ғой, сіздердің пікірлеріңіз көбіңіз көмекші құрал ретінде қолдану қажет деп жатсыздар. Енді қараңызшы, мысалы кездескен жағдайлар болған шығар, мысалға мен достарым арасынан бар әзіл қалжың ретінде осы чат GPT-мен сөйлескен жағдайлар болды. Сәлем, қалайсың? Не жаңалық, менде осындай жаңа жағдай болып қалды, не істейсің деп өзінің кәдімгідей ақыл кеңестерін айтқан жайттар бар. Енді қараңызшы, Америкада мынадай жағдай болған, BBC News-тың ақпараты, цитата ретінде оқып берейін, дәлме-дәл Америкадағы бір әйел өз-өзіне қол жұмсаған баласының өліміне чат-ботты кінәлап сотқа берген хабарланды. Ол чат-бот ұлының күйзелісін күшейтті деп айыптайды. Баласы сөйлескен жасанды интеллект негізіндегі жүйе оның ойларына теріс әсер етіп, суицидке итермелеген деп санайды. Бұл іс жасанды интеллекттің психологиялық әсеріне қатысты жаңа заңдық сұрақтарды көтеріп отыр дейді. Нұргүл ханым. Әрине, бұл мен бағанада айтып кеттім, бұл бірінші робот. Робот деген сол, түсіндіңіз ғой, жасанды интеллект. Бұл біздің эмоциямызды, біздің жаңағы қобалжып тұрғанымызды, қуанып тұрғанымызды, енді оны бәрін сіз екеуміз сияқты бір-бірімізбен байланысып келіп жауап бере алмайды ғой. Ол ар жағындағы дайындалған ақпаратты жинақтап сізге жауап береді, түсіндіңіз ба? Сол кезде жаңа айттым ғой, толық ақпаратты, нақты керек ақпарат немесе нақты дәлелді ақпаратты ол сізге бермеуі мүмкін. Сіз сонымен шатасуыңыз мүмкін, түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл жерде көп зерттеулер керек. Ал енді қолданбай қою деген тағы да мен оны жақсы қолдамаймын. Неге десеңіз, біз енді қолдансақ та, қолданбасақ та өмірге кірді бұл. Бұны бірақ та біз айырып білуіміз керек та. Мына жерге дейін біз қолдансақ, бұл нақты ақпарат беруі мүмкін. Ары қарай мен тереңдетіп ақпарат ала алмаймын деген түсінуіміз керек қой. Жаңағы 8000 студентіміз білу керек бұдан кейін. Мен чат GPT-ді бүйтіп басынан аяға дейін соған жаздырып, кәне копировать етіп қоясам болмайтын деген түсіну керек. Мен бұның хотя бы жартысын, мысалы, мынаның 80%-ын оқып барып, өзімнің ойымды, өзімнің тұжырымдамамды, өзімнің пікірімді жазуым керек екенін түсіну керек, түсіндіңіз ба? Сол сияқты чат GPT-ге қандай да бір нәрсені бүйтіп сілтеп қойып, біз содан ала береміз дегенге тоқталмау керек. Жаңағы суицидке барған деген ол
ол сіздің эмоцияңызды түсінбеді. Мүмкін оның алдында сол бала тірі адамға сұрақ қойғанда оның эмоциясымен ол көмектесермеді. Оған қолғабыс берермеді. Оны мүмкін құшақтап, былай өзіне қарай тартып, оның жан дүниесін түсіруге тырысар еді. Ал бұл өйтіп түсіне алмайды ғой. Психикасын бұзып тұрғаны Әрине. көрініп тұр ғой бұл жерде. Енді бұл жерде енді қанша жастағы жігіт екенін немесе бала екенін анықтай алмадым. Қандай адам болса да. Құрметті спикерлер, бұл жерде бала психикасы тұрғысынан алып көрейікші. Бәлкім біздер ондай қатерге ұшырауымыз мүмкін еді. Мақсат мырзаны сұрап көрейік. Осы ретте бір зерттеулер бар ма, алдын алына ма? Жаңағы сіздердің зерттеуге жүгінсіз ең бірінші Италия тыйым салды дейсіз. Негізі Евро одақ елдері жаңағы шектеулер қойды ChatGPT-ге. Ол неге? Бірінші мәселе жаңағы жеке ақпаратты пайдалану қаупі. Ол ең басты мәселе. Және де жаңағы ChatGPT-ді мысалға біз қолдансақ та, мен осы алдында айтып кеткенім, құқықтық және этикалық мәселелерді ескеру керек. Қолдансақ та осындай жаңағы бір шектеулер қою керек деп ойлаймын. Өйткені біздің жеке ақпаратымыз жаңа ChatGPT-ге енгізіп атқанда ол ақпаратты қалай пайдаланатынын біз білмейміз. Сондықтан ол мысалы жаңағы мүмкін өзіміздің бір жасанды интеллектті бір бағдарламаны жасау керек деп ойлаймын. Өте орынды. Өйткені неге айтып отырмын, бұл жерде ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан қарау керек секілді. Өйткені Қытай жаңағы америкалық ChatGPT жалпы жасанды интеллекттен бас тартты. Өйткені ол жақтан америкалық былайша айтқанда позициясын ұсынады екен. Бұл жерде Қытай енді геосаяси жағдайға байланысты Қытай өзінің жеке бағдарламасын ұсынып отыр. Осындай қолға алу қажет пе және алдына ма? Қалай болып жатыр? Оны негізі ескеру керек. Мысалға тек Италия мен Қытайда алмай, мысалы ақш-та қазір TikTok жүйесін шектейін деп жатыр, шектеу қойылып жатыр оларға. Өйткені оларда жаңағы өз азаматтарының жеке ақпаратын пайдалануын білмейді. Өйткені жаңа TikTok-тың басты серверлері Қытайда, олар қалай қолданылатынын ешкім білмейді. Тек қана сол жаңағы TikTok-тың өзі немесе Қытайдың Қытай ғана білет. Сондықтан сондай бір шектеулер бір қою керек, немесе жаңағы құқықтық мәселелерді ескеру керек деп ойлаймын. Қанат мырза. Мен қоса кетейін дегенім жаңағы бұл саналылыққа байланысты. Мысалға айтайық, жасы төмен деген сайын баланы жаңа бастауышта қолданбаған дұрыс деген сияқты ұсыныс болды ғой. Мен де келісем, негізі ChatGPT сияқты инструментті мұғалімдердің дұрыс қолдана алуы бірінші кезекте маңызды деп ойлаймын. Егер жаңа оқушының или студенттің қалай қолданғанын тексере алатындай болу керек, немесе жаңа сабақ барысында бір әріптесіміздің айтып өткен сияқты, мен кейбір тапсырмаларды ChatGPT-мен шығара алмайтындай қылып берем деген сияқты. Бірінші кезекте мұғалімдер оқушыларға қарағанда более саналы дейтін болсақ, сол кісілердің ChatGPT-ді или немесе жасанды интеллектті жақсы қолдана алуы өте маңызды. Бірақ бұны түбегейлі шектей алмаймыз. Мен мысалмен келтіруге тырысайын. Жаңа суицид мысалын айттыңыз ғой. Соған мысал айтайық, пышақ дейді. Пышақты барлық үйде бар. Оны кішкентай бала қолданса әрине қауіпті. Біреу суицидті жасауы мүмкін. Бірақ соған қарамастан мемлекет пышақ шығаруды шектемейді, жалпы айтқан кезде. И ол барлық үйде бар. Мен пышақтың қауіпті екенінде емес мәселе, оны қалай қолданып атқандығымда. Әр үйде өзінің мысалға кішкентай баланың қолы жетпейтін жерге қояды деген сияқты өзінің алдын алу шараларын жасайды дейді. Сол сияқты ChatGPT-ді немесе жасанды интеллектті толығымен тыйым сала алмаймыз. Мәселе қалай қолданамыз, оны саналы адамдар, ересектер қолдану несін жасау керек деп ойлаймын. Көбірек мұғалімдер қолданса, мұғалімдер үшін таптырмас үлкен бір құрал деп санаймын. Мұғалімдерге де сабақ беру әдісінде бір өзгерту керек секілді ғой, жаңа Еңлік ханым сияқты ChatGPT-дің миы жетпейтіндей бір тапсырмалар берем деген сияқты. Ерназарымыз алып қосарыңыз бар болса. Айтса бола ма? Иә. Бағанағы ChatGPT жайында статистиканы көрсеттіңіздер ғой, 8.000 адам дипломын дайын қылып жазып берген деп ChatGPT арқылы. Негізінде бұл мәдениет, бұл үлкен Өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті. Бұл жерде ChatGPT-ға байланысты мысалға өте жақсы орынды пікір айтылды. Пышақ аналогиясы дұрыс.
ол ата-ананың жауапкершілігінде бала. Өйткені ChatGPT-сіз ақ интернетте, желілерде зиянды ақпараттар, зиянды сайттар өте көп. Ол компьютер, ол веб-камера арқылы да қарап баланың жасын анықтай алмайды. 18-ге толдым деп птичканы басады, сонымен кез келген сайтқа кіре береді. Сол себепті бұл жерде ChatGPT енді ақпараттық қауіпсіздік мәселелері ол мүлдем басқа тақырып. Ол кәдімгі соғыс болып жатыр Қытай, Америка арасында. ChatGPT-дің қалаушыларының өздері интервью берген кезде көп нәрсе құпия сақталады. Бұл жерде ФБР, ЦРУ секілді мемлекеттердің арасындағы ашық соғыс жүріп жатыр осы жасанды интеллект алаңында. Оған кірмей-ақ қояйық. Білім саласына келетін болсақ, оқушыларға гигиенаны үйрету керек, яғни ақпараттық гигиенаны, құндылықтармен жұмыс істеу керек. Яғни көшірудің ол әрқайсысының ішінде өзінің ішкі бір полициясы тұру керек. Бұл маған керек, бұл білім менің өзіме керек, мұғалімді алдағаннан мен өзім зиян шегем дегендей бір адалдық құндылығын біз халқымызға сіңіре алсақ, қазіргі талқылардың көбісі жеңілдейді. Бірақ енді әрине ChatGPT-ді бірден мектепке кіргізуге дәл қазіргі жағдайда біз әлі дайын емеспіз. Біздің ашығын айтқан кезде мұғалімдеріміз тіпті 10 жыл бұрынғы технологияларды тиімді қолданып жатыр деп айту қиын. Сол мысалға семинарларға, тренингтарға барсаңыз, сол баяғы Kahoot, сол баяғы Quizlet. Сол себепті мен жеке ойым мықты мамандарды көбірек дайындау керек және құндылық мәселелерін қолға алу керек. Мықты мамандар демекші, бізде Нұргүл ханым айтқандай жасанды интеллект тұжырымдамасы қабылданған еді. Соған қатысты бізде мәліметіміз бар. Сол назарларыңызға ұсынайық, кестеде қандай нәтижелерге қол жеткізу керек. 2029 жылға дейін жасанды интеллект арқылы жасалған өнім 5 жылда 5 есе өсуі тиіс. Сондай-ақ пәндердің үлесін арттыру керек. Жасанды интеллект бойынша 5 миллион адам осы дағдыларын үйрету керек. 500 мың жасанды интеллект сарапшыны оқыту қажет. IT экспортын 5 миллиард долларға жеткізу көзделіп отыр. Және осы жасанды интеллект қолдану 2030 жылға қарай жалпы ішкі өнімді 14%-ға арттыру мүмкін екен. Енді Гүлжан ханым байланыста бар ғой, бұл жерде министрліктерге тапсырма ішінде ғылым және жоғары білім министрлігіне заманауи үлкен тіл моделін құру бағдарламасына деректер жинау аяқталсын деген екен. Осы бағытта жалпы қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда қазақ тілін технологиялық тілдерге айналдырудың мақсатында осындай үлкен LLM бағдарламасы жобасы жүзеге асырылуда. Ол жерде Назарбаев университетінің ғалымдары қатысуда. Бұл бағытта қазір мен қолымда нақты ақпарат болмай тұр, бірақ өте көптеген мыңдаған терминдер олар қазақ тілінде жасақталып базаға енгізіліп, қазіргі күні ол тексерулерден өтуде. Бұл жасанды интеллектті қолданып жасалған ортада ол кез келген тілімді, ғылыми тілді және орыс тілінде және басқа тілдерде бар ғой, жаңағы жасанды интеллекттегі Алиса тағы сол сияқты, соны енді қазақша баламаларын қазақша қолдануға ыңғайланған бір үлкен жоба жасалып жатыр. Бұл өзі мерзімінде сол аяқталады деп ойлаймыз. Және бұл қазақ тілінің ғылыми тіл ретінде қазақ тілінің ғылымда қолданысын кеңейтуге үлкен үлесі болады. Жақсы, түсінікті, рахмет. Еңлік ханым, ойыңызды аяқтасаңыз. Сізді... Естіп тұрма даусың? Енді естілді. Жақсы, менің тек бір ұсынысым бар еді. Осы бағанағы антиплагиат жүйесін дұрыстап дамытып, соны дұрыс қолдану керек біздің университеттерімізге, менің ойым бойынша. Себебі біздің университеттерімізде әдетте дипломдық жұмыс қорғау барысында ғана антиплагиат жүйесі қосылады, сонымен нәтижелер беріледі. Бағанағы сіздер көрсеткен 8000 студенттің ChatGPT-мен жазылған дипломдарының көрсеткіші бұл осының белгісі жалпы. Ал егер сабақ барысында
сабақ барысында жалпы күнделікті осындай студенттеріміз чат GPT арқылы мен жазса да тапсырмаларын мысалы орындаса да біздің жүйеміз ашық түрде бағанағы антиплагиат жүйесін оқытушыларымыз дұрыс қолданып соны сол арқылы тексеріп отырса бізде осындай бір студент пен оқытушының арасында мәдениет қалыптасар еді, этикалық мәдениет. Сол кезде олар дипломдық жұмысты әрине ертең толығымен 100%-ға чат GPT арқылы жазбайды. Рахмет, Нұргүл ханым. Иә. Ұсыныс болса, аяқтайық түйіндейік. Осы жаңа үкіметтің қаулысын бірнеше рет айттым ғой, өйткені ол енді алдын алу шаралары ғой, көрдіңіз бе, біз бұны қабылдасақ та, қабылдамасақ та бұл чат GPT бізбен бірге болады. Сондықтан оны жетілдіру арқылы, жаңағы азаматтардың білімін жетілдіру арқылы 5 миллион халықты жаңағы жетілдіреміз деп отыр ғой білімін. Сол арқылы бұны үйрету керек та, қолдануды. Дұрыс терісін анықтап білетіндей болу керек халқымыз. Мынау дұрыс екен, мынау теріс екен деген. Енді құрметті спикерлер, бүгінгі бағдарламада барынша пайдалы тұстарын да айттық, және одан келер зиянды да тілге тиек еттік қой. Бірақ десек те ең бастысы ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан да қарау керек секілді. Өйткені көрші Қытай секілді бізде бәлкім өзіміздің жеке жоба ретінде қарастырып, өзіміздің жеке осындай чат-боттарымызды қалыптастыру керек шығар. Өйткені ол жер біздің тарихты да қамтитындай, тілдік ерекшеліктерімізге де назар аударатындай, және тәрбиемізде де сол жерде бар, насихаттайтындай, мәдениетіміз бөлек дейтіндей. Сондықтан осы бастаманы мықтап қолға алуға шақырамын. Ал сіздерге баршаңызға рахмет. Бүгін тұшымды жауап айтылды, мардымды ойлар тасталды. Баршаңызға көп рахмет. Ал мен құрметті көрермен, өздеріңізбен демалыс күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.